Маңғыстау облысы, Мұнайлы ауданы, Шоғын ауылындағы нөмір 5-ші орта мектептің 4-ші Д сынып оқушысы мен Қуанышев Ильяс. Абай Құнанбаев, өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстыра үйреткен асы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тек жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көп надан, бұл жұрттың сөз танымас парасы. Әуелі хаят хадис сөздің басы, қосарлы бейіт мысал келді арасы. Қисыны мен қызықты болмасы сөз, неге айтсын пайғамбармен онауласы. Мешіттің құтпа қоңғыламасы, мінәжат уәлилердің сарналасы. Бір сөзіне қиыстырар, әрбірі келгенше өз шамасы. Өлеңге әркімнің ақпар таласы, сонда да олардың бар таңдамасы. Іш алтын сұртыңыз сөз жақсын, қазақтың келістірер ғайып оласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз қосарлап. Ақындары ақылсыз надың келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Екінші өлеңім қалың елім қазағым қайран жұртым. Қалың елім қазағым қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа тісті мұртым. Жақсы менен жаманды айырмадың, бір қан, бір май боп елек ұртың. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сәт жасыртың. Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ ұрған өңкей құртың.